Барлықтарыңа сәлем, аты жөнім Дінмұхамед Жігер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ хандығының дәуірі, және де біздің бірінші сұрағымыз, оған жауап беріп кететін болсақ, ол қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары. Бәрімізге мәлім, қазақ хандығының құрылуы халқымыздың ғасырлар бойы еркіндікке ұмтылысының нәтижесі болып саналады. Және де 15 ғасырдың бірінші жартысында біздің даламызда шамамен 1428-1460 жылдар аралығында Дешті Қыпшақ даласында Әбілқайыр хандығы құрылған болатын. Бірақ оның ұзаққа созылған соғыстары мен әділетсіз саясаты халықтың ішкі наразылығына әкелді және әлсіздігіне әкелген болатын. Көптеген тайпалар бейбіт өмір сүруді және әділ билікті талап еткен болған. Және де осы кезде Керей мен Жәнібек сұлтандары ел тағдырын шешкен тарихи бір қадамға аяқ басады. Олар өздеріне ерген 200 мыңдай халықпен бірге Әбілқайыр хандығынан бөліктеніп, Моңғолстан жеріне қарай бет бұрады. Сол кезде Моңғолстан ханы Есенбұға олардың адал ниетін түсіне отырып, Шу мен Қозыбасы өңірінен қоныс етуге рұқсат береді. Осылайша 1465 және 66 жылдары бәрімізге мәлім қазақ хандығының негізі қаланады. Бұл оқиға тек жаңа мемлекеттің пайда болуы ғана емес, сонымен қатар қазақ халқының бір тұтас ұлт ретінде танылғанының белгісі еді. Қазақ хандығының құрылуына алғышарт болған негізгі себептер: әуелі экономикалық және мәдени бірлестік, екіншіден ортақ тіл мен дәстүрдің қалыптасуы, және үшіншіден сыртқы қауіптер мен ішкі әділетсіздікке қарсы күрес ұйымдастырулары. Міне осылайша Керей мен Жәнібек бастаған халық жаңа мемлекеттің іргетасын қалаған. Олар қазақ жерінің тәуелсіздігін, елдің бірлігін сақтаудың үлгісін көрсеткен болатын. Ал енді екінші сұраққа жауап беріп кетейік. Ол қазақ хандары және территорияның қалыптасуы. Қазақ хандығының алғашқы хандары алдында айтып кеткендей, ол Керей мен Жәнібек хандары. Керей 1465-1473 жылдар аралығында билік еткен болатын, және Жәнібек хан 1473-1480 жылдар аралығында билік еткен. Олардың басты мақсаты елдің бірлігін сақтау және жаңа мемлекетті нығайту болған. Жәнібектің ұлы Қасым хан 1511-1523 жылдары хандықты бұрынғыдан кейін күшейткен. Жаңа Керей мен Жәнібектен кейінгі билеген хан да осы. Оның тұсында қазақ хандығының дағы қазақтардың саны 1 миллионға жеткен тұңғыш хан болып атанды. Және де Қасым ханның билік еткен жылдарында қазақ хандығының аймағы, жер аймағы батыста Жайықтан Ертіске дейін және оңтүстігінде Ташкент пен Түркістан жерлеріне дейін созылған. Қасым хан ел ішінде заң мен тәртіп орнату мақсатында Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар жинағын қабылдады. Бұл заңдар кейінгі ғасырларда да қоғамның негізгі құқықтық тірегіне де айналған болатын. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының халқы 1 миллионнан астам болды. Ал елдің беделі көрші мемлекеттерге, мысалға Мәскеу, Бұқара, Хиуаға дейін естілген болатын. Қасым ханнан кейін билікке Хақназар хан 1538 және де 1580 жылдар аралығында билік етіп келген болатын. Ол Ноғай ордасының көптеген тайпаларын қазақ хандығына қайта қосты. Сол арқылы мемлекеттің бірлігін нығайтқан болатын. Хақназар ханнан кейінгі маңызды тұлға ол бізде әрине Есім хан. Билік еткен жылдары бізде 1598 және 1628 жылдар аралығында 30 жылға астам билік еткен екен қазақ даласында. Ол да Қасым хан секілді ел ішіндегі тәртіпті қалпына келтіріп, өзінің Есім ханның ескі жолы атты заңдар жинағын құрған болатын. 17 ғасырдың аяғында Есім ханнан кейінгі тағы бір
атышулы беделді хан ол бізде Тәуке хан 1680-1715 жылдар аралығында ел тізгінін өзіне алды. Ол 300-дің басын қосып, бір орталықтан басқарылған мемлекет құрған болатын. Тәуке ханның тұсында қазақ хандығының саяси және мәдени жағынан ең тұрақты кезеңін бастап өткерген болатын. Ол да Қасым ханның қасқа жолы секілді, Есім ханның ескі жолы секілді өзінің де заңдар жинағын қабылдап, заң жүйесін орнатқан болатын. Оның заңдар жинағы 7 жарғы деп аталады. Бұл заңдар қазақ қоғамының конституциясының іспеті болып саналды. Ал енді үшінші сұраққа жауап беріп кетейік. Ол қазақ хандығының көрші елдермен қарым-қатынастары. Қазақ хандығы құрылған алғашқы жылдардан бастап көрші елдермен саяси, экономикалық және де әрине мәдени байланыстарды орната бастады. Бастапқыда Моғолстанмен бейбіт қатынас болған. Өткен дәл сол ел Керей мен Жәнібекке пана берген болатын, былай айтқанша, егер былай айтсақ. Бірақ кейін шекара мәселелері мен билік үшін таластар туындап кетеді. Қазақ хандығының оңтүстігінде орналасқан Бұхара мен Хиуа хандықтарымен қатынас мысалға күрделірек болды. Сырдария бойындағы Сығанақ, Созақ, Түркістан, Ташкент қалалары үшін талас және шайқастар өте көп болып кеткен болатын. Тәуекел хан 1582-1598 жылдар аралығында билік еткен кезінде қазақ хандығының астанасы Түркістанға ауысып, елдің рухани орталығы ретінде қалыптасқан. Қазақ хандығы Қасым ханның тұсында Мәскеу мемлекетімен де дипломатиялық байланыс орнатқан. Бұл қазақ елінің халықаралық деңгейде мойындалғанын нақты бір дәлелі болып саналады сол замандағы. 17 және 18 ғасырлар аралығында қазақ хандығының басты жауы Жоңғар хандығы болды. Жоңғар шапқыншылығымен елге үлкен қауіп төндірген болатын. Осы кезде қазақ халқының бірлігі мен ерлігі сынға түсті. Бірақ ел тағдырын сақтап қалған батырлар мен билердің бірлігі мықтырақ және шешуші болды. Қорытындылайтын соңғы сұрағымыз бізде билер мен батырлар институты және 7 жарғы. Қазақ қоғамының ең ерекше жүйелерінің бірі ол бізде билер мен батырлар институты болып саналады. Билер дегеніміз кім? Олар сотқа қатысып, халықтың мәселелерін, дауларын шешетін, әділетті жолмен шешетін, және де әрине халықтың өзімен тағайындалатын адал жандар болып саналады. Сондай адамдарды біз билер деп атаймыз. Ал енді Қазақстан тарихындағы ең танымал 3 биді атап өтейік. Ол әрине Төле би, Қазыбек би және де Әйтеке би. Төле би 1663-1756 жылдар аралығында өмір сүрген, ұлы жүздің биі болып саналады. Қаз дауысты Қазыбек би 1665-1765 жылдар аралығында өмір сүрген, орта жүздің биі болып саналады. Және де Әйтеке би 1683-1766 жылдар аралығында өмір сүрген, кіші жүздің биі. Осы аталған билеріміз ел ішіндегі дауларды бейбіт жолмен шешіп, және де 300-дің ынтымағын сақтаған болатын. Билердің шешендігі, әділдігі және тапқырлығы халықты татулыққа, бірлікке, ауызбіршілікке, егемендікке шақырған. Ал ел қорғаған ерлер бізде батырлар. Олар елдің намысын ұстап, намысын сақтап, жаудан қорғаған болатын. Қарасай батыр 1598 және де 1671 жылдар аралығында өмір сүрген. Бөгенбай батыр 1680-1775 жылдар аралығында өмір сүрген. Қабанбай батыр 1691-1769 жыл аралығында өмір сүрген. Және де Наурызбай батыр 1706-1781 жылдар аралығында өмір сүрген. Осы Қарасай, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай батырлар сияқты ер жүректі ата-бабаларымыз жоңғар шапқыншылығына қарсы шайқаста ерекше ерлігімен көрсетілген
және де танылған болатын. Тәуке ханның тұсында елдің ішкі тұрақтылығын сақтау үшін жеті жарғы атты заң жинағы қабылданған болатын. Осы алдыңғы видеода да айтып кеткендей, бұл секілді заңдар жинағы елдегі дауды, мысалға жер дауы, жесір дауы, қылмыс, жаза, әскери міндет, салық және отбасы құқықтарын қамтыған болатын. Жеті жарғы тек құқықтық ереже емес, ол қазақ халқының рухани мәдениетінің айнасы болып саналған. Ал енді біздің сөзімізді қорытындыласақ, қазақ хандығының құрылуы бұл тәуелсіз Қазақстанның бастауы болып саналады. Керей мен Жәнібектен бастап ұлы жолды Қасым хан, Хақназар хан, Есім хан, Тәуке хан сынды хандар жалғастырған. Ал билер мен батырлар елдің намысын сақтап, қорғап, рухын әрқашанда сақтап, қазақ атын асақтап жүрген. Қазақ хандығы біздің мемлекетіміздің, тәуелсіздігіміздің және бірлігіміздің символы. Сондықтан өткен тарихты білу болашаққа нық қадам басудың белгісі. Өйткені бабаларымыздың соншама армандаған азаттығы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның мәңгілік туы болып желбіреп тұр. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.